Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Әлқиса әдеби сазды бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Павлодар облыстық дарынды балаларға арналған музыкалық колледжінің 2-ші курс студенті Камитова Фариза. Фариза шертерші, тамаша музыкант. Қош келдің, Фариза. Қош көрдік. Фариза, көңіл күйің қалай? Жақсы бәрі. Ал енді бізді өзіңді біраз уақыт болды осында шақырып жүргенімізге. Себебі осыған дейін біздің Әлқиса бағдарламамызда өзінің ағаларың, апаларың болды, домбырашылар, естіп жүрген шығарсың, қобызшылары болды, жетігеншілер де болды, сыбызғышы Ұғыбайдолла ағайларың да бізде осы бағдарламамыздың қонағы болды. Бағдарламамыздың шарты мынандай: келген қонағымыз бір шығармасымен келіп, соның шығу тарихын, аңызын айтып, немесе соны соңында көрермендерге орындап береміз. Өзіңнің бүгінгі біздің осы Әлқисаға дайындап әкелген қандай шығармаң? Мен сіздерге Құсни Қорлан шығармасын дайындап келдім, Естай Беркінбайұлының. Естай Беркінбайұлының Құсни Қорлан шығармасы. Енді бұл құлақта жүрген қазақтың бір барлық халық білетін ән деп айтсақ қателеспейміз, иә? Өйткені Естай атамыздың осы бір әннің өзі классик композиторлардың қатарына көтерген тамаша туындысы. Енді бұның тарихы көрермендеріміз біледі, өзінің ғашығы Құсни Қорланға арналған тамаша шығармасы. Бұны енді бұл ән ғой. Ән. Сен енді оны әуенін ойнайсың. Бұны кімнен үйрендің әуелі? Мен осы музыкалық колледждағы ұстазым Күләш Орынбасарына үйреткен. Осы әнді, иә? Иә. Шертерде қашаннан бері? Шертерде музыкалық колледжға түскеніме 2 жыл болды. Осы музыкалық колледжде бірақ таныстым. Шертермен? Иә. Жалпы бұл аспап негізі көне аспап қой? Көне аспап. Шертер деген аспап. Алғаш рет орыс этнографтардың жазбаларында 18-19 ғасырда кездескен. Бұл аспап жайында деректер дейсіз ғой, иә? Кейін оны дамытқан кісілер ол Самзагүл Измұратова, Жарқын Шәкәрім, Болат Сарыбаев, бұл осы шертердің дамытқан кісілердің бірі. Бұл енді ол кісілерге дейін шертерді қалпына келтіріп, музыкалық аспап ретінде жасаған Бейсенбаев деген бір шебер болған екен. Тамаша шебер. Сол кісі осы шертерді қалпына келтірді деп естейтінбіз. Енді Болат Сарыбаев, ол кісілер енді керемет зерттеуші адамдар ғой, шертер аспабын. Жалпы мен өзі естігенім, оқығаным бойынша, бұл мына домбыра, қобыз сияқты ата-бабаларымыздан бізге жетпеген сияқты бұл аспап. Бұны Отырар қаласының қазба жұмыстарында осы шертердің суреті табылған дейді. Сол суретін жаңағы Болат Сарыбаевтар, басқалар елді аралап, ақсақалдарға көрсеткенде, бұл қазақта шертер деген аспап болған, бұл сол аспап деп, сол ақсақалдар айтты дейтін бір әңгіме бар негізінде. Сосын бұны жетілдірген Аухадиев, қойдым шатаспасам, музыкант, шебер адам. Бұл енді сенің қолындағы жетілген түрі ғой? Жетілдірілген түрі. Жетілдірілген түрі. Домбыраға да, қылғобызға да ұқсатады. Бірақ домбырадағы қарағанда мойны қысқарақ, ал қобыздан алғанда шанағы терімен қапталған. Оның үстіне 3 шекті. 3 шекті. Негізі 2 шекті түрі де бар, иә? 2 шекті ол көне түрі болып саналады. Көне түрі, ол қылмен жасалған. Қылдан. Бірақ ысқышпен емес, қолмен ойналатын болған ғой деймін, солай. Бұл енді шынында да өте қадірлі аспап қой. Өйткені мына зерттеушілердің айтуына қарағанда шертер домбыра мен қобыздың атасы деп те айтып жүр ғой. Олардан бұрын ертеде пайда болған деген сондай да бір әңгіме. Ербол Мұхамедиев мастер-классында біраз айтқан 3-4 ғасырларда пайда болды деп айтты ғой деймін, қателеспесем. Шертер аспабы. Шертер аспабы. Бәсе бұл көне аспап, өте сондай бір жақсы аспап. Ал енді көрермендерімізді күттірмейік. Осы шертердегі
Құсын Ұйғырланды тыңдап көрейікші. Жақсы. Ой, тамаша. Естай атамыздың мынау керемет мелодиясы қай аспапқа салса да өзі бір түрленіп, жаңаша бір естілет құлаққа жағымды. Ал енді бұдан басқа да өзіңде көптеген басқа шығармаларың бар шығар, иә? Бар. Ішіндегі енді қандай үлкен шығармалар бар осы шертермен ойнайтын? Үлкен шығармалар, жалпы шертерге қазір тек қазақ күйлері, қазақ әндерінен бөлек, қазір жетілдірілгеннен кейін оған шетел шығармаларында да ойнауға болады. Мысалға мен өткен жылы емтиханға тапсырғанда турецкий марш деген тапсырғам, түрік маршын. Осы шертермен, иә? Иә. Бұл енді үш шекті болғаннан кейін домбыраға қарағанда кішкене мүмкіндігі молдау шығар шертердің, иә? Енді құрылымын көрермендерімізге бір көрсетіп жіберсең, мұна жартылай термен қапталған, иә? Көне түрінде негізі көбінесе ешкінің термен қаптаған екен. Мойнында 22 пернелі. 22 пернесі бар ма бұда? Шектері капронмен қапталған. Бұл енді біздің көне аспабымыз, бабаларымыздан жеткен аспаптың бірі. Өте тамаша, Фариза, өзіңе көптен көп рахмет. Бүгінгі біздің осы бағдарламамызға қонақ ретінде келіп, біздің көрермендерімізге мынау тамаша көне шертер аспабын таныстырып, сондағы біздің Естай атамыздың, жерлесіміздің тамаша шығармасын орындап бергенің үшін. Құрметті көрермендер, осымен әлқиса әдеби сазды бағдарламамызда соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ұлтымыздың мәйегі ол дәстүрі мен өнерінде, сондықтан өнеріміз бен дәстүрді қадірлеп, құрметтеп жүрейік.